Сәлем баршаңызға. Бүгін чүберек етін рецептімен бөлісемін. Ол үшін ең бірінші қамырын дайындап аламыз. Қайнаған ыстық суға тұзымызды қосып араластырып қамыр илейміз. Қамырды ең бірінші ыстық болады су, сондықтан қалақшаның көмегімен илейсіздер. Содан кейін сәл суығаннан кейін ғана қолмен ұстауға болады. Ол су суып кетеді, онымен араласқаннан кейін қорықпаңыздар. Дайындаған қамырымызды салафановый мешочкқа салып 10-15 минутқа тұндырып қоясыздар. Содан кейін салмасын дайындаймыз. Енді жаңағы тартылған етке, фаршқа дәмдеуіштерімізді қосамыз. Жуамызды, жасыл жуамызды қосып, қара бұрышымызды қосып, тұзымызды қосып, осылай дайындап аласыздар. Жақсылап араластырып, салмасын дайындаймыз. Міне, қыздар, қамырымыз дайын болды. Қамырымызды 4 бөлікке бөліп, таразының көмегімен әр бөлікті 25 граммнан өлшеп алдым. Кішкене үлкенірек қылдырам десеңіздер, онда 50 граммнан бөліп әрқайсысын жасасаңыздар болады. Маған орташа көлемде ұнайды, сондықтан осылай 25 граммнан бөліп алдым. Дайындап алдым. Енді нанымызды тақтайшаға салып жайып, бір кішкентай қасықпен салдым, салмасын фаршты. Сіздер үлкен қасықпен салсаңыздар да болады. Мен осылай жасадым. Қыздар, дайындап қойдым. Енді қызып тұрған майда қуырып аламыз. Міне, сочный, дәмді чүберектеріміз дайын болды. Дастарханға ұсынсаңыздар болады. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.